Шұбат түйе сүтінен дайындалатын сусын. Шұбатты бір қорландырып алады да, одан әрі ешқандай ашытқысыз ашыта береді. Дәстүрлі қазақ қоғамында шұбатты торсықта, немесе ағаш күбіде ашытқан. Ол бір тәулікте өз бабына келеді. Шұбатқа арналған торсықты түйе мойнағынан жасайды. Шұбат ашытқаннан кейін, оны адамға берер алдында шайқап, көпіршігін жақсылап араластырып ұсынады. Түйе сүті, бұл суды аз пайдаланғандықтан майлы болып келеді. Қуаты мен дарулық қасиеті қымыздан кем емес. Қымызда 499 бен 528 килокалория аралығында болса, шұбатта 789 бен 991 килокалория аралығында болады. Шұбат құрамында май, әртүрлі витаминдер мен тұздар көп болады. Түйе сүтінің ұдайы пайдаланғанда ішкі мүшелердің қызметін реттеп, адамды семіртетіні дәлелденген. Қазақ емшілері түйе сүтін науқастарды емдеуге қолданады. Жасы ұлғайған қарттарға, ауру салдарынан дене қуаты төмендеген науқастарға бір мезгіл шұбат ішкізеді. Шұбатты ішкен соң адам денесі балбырап терлейді, ұйқысы жақсарады, сергиді, біртіндеп семіреді. Енді шұбаттың түрлеріне тоқталсақ. Әлсіз шұбат. Бір тәулік бойы ашыған түйе сүті. Жетіле бастаған шұбат. 2 тәулік бойы ашыған түйе сүті. Күшті шұбат. 3 тәуліктен артық ашыған түйе сүті. Шұбаттың ең жақсысы осы күшті шұбат. Ашыған шұбатты 10 немесе 12 сағат салқындатып ішуге болады. Түркменстанда бұл сусынды агаран деп атайды екен. Оны түркмен халқы коктейльдер мен десерттер дайындауға пайдалатын көрінеді. Шұбатты сақтау мерзімі өте қысқа. Тоңазытқыш болмаса, дайын болған күннің келесі күні шұбат ашып кетеді және ішуге жарамсыз болып қалады. Шамамен 5 күн бойы сусынды +5 градусқа дейінгі температурада сақтауға болады. Сол себепті аталған сусын экспортталмайды және оны дүкен сөрелерінен көп көрмейсіз. Құрамында кальций мен фосфор болғандықтан сүйек талшықтары нығаяды. Дәрумені ересектерде остеопороздың, ал балаларда рахиттің алдын алады. Калий мен магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартады. Аскорбин қышқылы иммундық жүйені күшейтіп, ағзаны қорғау қызметін жақсартады. Дәрумендері тобы жүйке жүйесін ретке келтіріп, түнде ұйқы қашудың, тез шаршаудың алдын алады. Шұбат кей жағдайларда зиянды болуы мүмкін. Мысалы, кей адамның осы сусынға аллергиясы болуы ықтимал. Сол себепті бірінші рет дәмін татқан уақытта сақ болған жөн. Ішек микрофлорасы бұзылған уақытта жылы шұбатты ішуге кеңес берілмейді. Мұндай жағдайда ол құрамындағы көптеген белсенді заттың салдарынан диареяны одан ары күшейтеді. Шұбаттың майлылығы 8%-ға жететіндіктен, оны артық салмақ қосуға бейімі бар адамдарға ішуге болмайды. Қазақ халқы оны әзірлеу жолдарын күні бүгінгі дейін ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп сақтап келе жатыр. Шұбатты орнымен пайдаланса, ол денсаулықты күшейтіп, адам ағзасына зор пайдасын тигізеді.